Қайырлы күн достар. Жамбыл облысы Меркі ауданы осы инновациялық білім беру ұйымы деп 1 миллион теңгеге қол жеткізген мектеп гимназия Иван Трубицын атындағы номер 17 мектеп облыстық мәслихат депутаты болған, қазір былай айтқанда жай ғана директор болып жүрген Гүлжан Ержанқызы Тілеубердиева. Гүлжан Ержанқызы, жаңа оқу жылына дайындықтарыңыз қалай? Жаңа оқу жылына біз мектеп түгел дайынбыз. 2240 бала оқиды бүгінгі күнде қабылдауға. Қанша? 2240 оқушыны бүкіл Меркі оқи ма сіздерде? Бізде енді бүкіл Меркі емес, халықтың саны өсіп жатыр. Екі тілде, екі ауысымда мектеп жалпы түгел дайын. Мектептің сыйымдылығы қанша? 1080 оқушы. Бір неде, ауысымда? Жоқ, екі ауысымға 1080 оқушыға арналған, бірақ бізде 2240 бала оқиды. Не, қалай сыйып жатыр? Сыйып жатыр. Оқимын деген оқушыға, оқытам деген ұстазға орын табылады ғой әр уақытта. Енді дайындықтарыңыз қалай? Дайындығымыз жақсы, барлық. Вакцинация бойынша мәселелеріңіз не отыр? Вакцинация бойынша 100% ұжым вакцинация салынған. Бүгінгі күнге дайынбыз. Енді көрсетіңіздер. Мектепке келген кез келген адам ашықпен кіреді. Біз бұны 100% өзіміздің қызметкерлерімізді тексеріп алдық. Келгеннен кейін міндетті түрде температурный режим тексеріледі. Одан кейін балаларды кіргіземіз. Бізде биылғы оқу жылында 5 ғимаратта 5 есік ашылады. Әр қабатқа бөлек-бөлек балалар бір-біріменен сабаққа келгенде жаңа бір-бірімен кездеспеу үшін қанша есік? 5 есіктен. 5 есігі? 5 есіктен кіреді, толық ашылады. 5 есіктен балалар кіреді. Әрқайсысына тура осындай? Тура осындай әрқайсысына пост жасалған. Мұғалімдер, лаборанттардан кезекшілік орнатқанбыз. Біз өздерімен келісе отырып жасадық. Попечительский айтады, қамқоршылық кеңеспен келісе отырдық. Әр жерде әр постта сол өздерінің адамдары болады. 1 миллион теңгені не істемексіздер? 1 миллион теңгені осы мектептің балалардың, білім алушылардың қажеттілігіне жұмсаймыз деп ойлаймыз. Қалай жинап алдыңыздар мақұл? Қалай жинап алды дейсіз? Жинап алдыңыздар. Бұл енді күнделікті істеген еңбектің арқасы, бұл ұжымның арқасы, біздің білімгерлеріміздің, білім алушылардың арқасы, ата-аналармен бірігіп істеген жұмыстың нәтижесі деп түсінемін. Жылдық қорытынды бойынша, аудан бойынша жалпы 37 жалпы білім беретін мектеп бар. Соның ішінде рейтинг бойынша осы Трубицын атындағы мектеп гимназиясы бірінші орынға шығып отыр биыл. Облысқа шығып, 1 миллион сияқты инновациялық режимде жұмыс істейтін мектеп дәрежесін алып отыр. Негізі жыл сайын алып жатсыздар ма осылай 1 миллион? Жылы алып жатқан жоқпыз. 2012 жылы біз газель автокөлігін алғанбыз, облыс әкімінің қолынан бірінші жылы. Биыл енді инновациялық мектеп болып атанып отырмыз. Келесі жылы Құдай қаласа үздік ұйымға жаңағы атын жеңіп алуға тырысамыз деп ойлаймын. 34 миллион. 34 миллионға. 34 миллионға қол жеткіздіңіздер. Биылғы миллионның өзі бізге бұл стимул ұжымға. Ұжым уже дайын, келесі жылға 34 миллионды жеңіп алуға. Аллаға нәсіп етсін. Алла нәсіп етсін. Бір емес ауданда 2 үздік педагог, сол екеуі де біздің мектептен. Ол да біздің жеткен жетістігіміз. Үздік авторлық бағдарламаның бірінші орында республикада жеңіп алған ұстазымыз бар. Ұстаздарымыз өте шығармашылықпен жұмыс істейді. Көрейік түнізір. Кабинеттер, аудиториялар. Мынау қандай кабинет? Биология кабинеті. Биология кабинеті. Свет үнемдейік, өші сандар. Бұл да биология. Міне. Эмбриология, развитие зародыша человека дейді. Мынау кішкентай, в общем, анау недегі балалар ғой? В общем, түсінген шығарсыздар видеодан. Айтыла бермейтін темалардың бірі ғой. Но ғылыми өзінің атауы
Старый дис эмбро деген бір атау қиын. Атау сақтау. Гүлнәр жанна, сіз областной мәслихаттың депутаты едіңіз. Қазір депутат емессіз. Жиналысыңыз азайды ма? Жиналысым азайды. Соның арқасында мына миллионды биыл ұтып алып отырғанымыз. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Жамбыл облысының өндірістері дейді, математика кабинеті. Мені математика кабинеті. Суында аудандар көп жақта. Информатика. Здравствуйте. Компьютерді қосасыздар ма? Söyleyeyim компьютерін қосып. Қазір айнап келеге? Қазір айнап келеміз. Күткенше уақыт. Так, мынауымыз біздің балалар өздері кітап оқиды, әдеби кітап. Математика. Түгел математика ма? Tuvalet yaptı mı? Tuvalet обязательно o bize. Tuvaletsiz bol қалай. Pardon var. Міне екі несі бар бөлінген. Дұрыс. Перегородкасы дұрыс. Кинозал. О, кинозалдарыңыз бар ма? Актовый залдарыңыз бар ма? Кинозал. Кинозал. Актовый залдарыңыз бөлек па? Актовый зал жоқ. Осы кинозал, актовый зал. Кинозал, иә. Кино көреді балалар. Қазақты директі. Кино енді как актовый зал ретінде ғой бұл. Аллергия ғой бізде. Саламатсыз ба? Рабочий стол қайсысы? Қашыңыз? Рабочий стол вот он стоит, вот все программы. Тапты екен рабочий столдарыңыз. Беріңіз. Все рабочие программы, которые мы используем, Сіз программистсіз ба? Мұғалімсіз ба? Word, Microsoft Word пен Microsoft Windows'ның айырмашылығы бар ма? Windows операциялық жүйе, это приложение для текстовой обработки информации. Рахмет. Рахмет. Келіңіздер. Бар дейін жаңағы информатика кабинетін көрейік. Білесіз ба, білесіз ба?
Здравствуйте. Компьютерде. Осындай ашық. Программа. Мынау не қайда? Мышқы қайда? Мышқы қайда? Пусть стоит, не надо брать. Не надо брать. Это головной. А, это головной, да? Осы, енді Патрубийский мектебін дайындығын көрдік. Өте жақсы. Жаңа жылда 2000 баламен көрісіп сағынысатын шығарсыздар. Рахмет.